Бүгін біз сіздерге тіл туралы қызықты мәліметтерді ұсынамыз. Күнделікті өмірімізде біз оған мән бермейміз, бірақ тіл адам денесінің ең таңғажайып мүшелерінің бірі. Ол бізге сөйлесуге, дәм сезуге, тіпті денсаулығымыз туралы ақпарат беруге көмектеседі. Бүгінгі видеомызда біз тілдің құпия сырларын ашып, оның біз білмейтін қырларын зерттейміз. Тілдің бұлшық еттерінен бастап, оның әлем мәдениетіндегі рөліне дейін бірге талқылаймыз. Сіздерді таң қалдыратын деректермен бөлісіп, тілге деген көзқарасыңызды өзгертуге тырысамыз. Ендеше, бізбен бірге қызықты саяхатқа аттаныңыздар. Тіл туралы таңғажайып деректер әлеміне саяхатымызды бастайық. Тілдің бұлшықеттері – күш пен икемділіктің үйлесімі. Біздің тіліміз бұл шын мәнінде бір топ бұлшықеттердің жиынтығы. Олар бір-бірімен тығыз байланыста жұмыс істеп, бізге сөйлеу, тамақтану және басқа да маңызды функцияларды орындауға мүмкіндік береді. Тілдің бұлшықеттері өте күшті және икемді. Елестетіп көріңізші, біз әрбір сөйлемді айтқан сайын, тіліміз кірпіктерін өзгертіп, ауыз қуысында сан алуан қимыл жасайды. Бұл қимылдар дыбыстарды дұрыс айтуға және біздің сөзімізді түсінікті етуге көмектеседі. Тілдің бұлшықеттері тамақты шайнау және жұту процесінде де маңызды рөл атқарады. Олар тамақты тістермен ұнтақтауға көмектесіп, оны өңешке қарай жылжытады. Тілдің бұлшықеттерінің тағы бір қызықты ерекшелігі олардың тез қалпына келу қабілеті. Мысалы, егер сіз тіліңізді кесіп алсаңыз, жарақат тез жазылып, тіліңіз қалыпты қызметін жалғастырады. Бұл тілдің бұлшықеттерінің қанмен жақсы қамтамасыз етілуімен және жасушаларының тез регенерациялану қабілетімен түсіндіріледі. Тілдің бұлшықеттерінің денсаулығын сақтау үшін оларды жаттықтырып тұру маңызды. Бұл үшін арнайы жаттығулар жасауға болады. Мысалы, тілді мұрынға тигізуге тырысу, тілді оңға және солға айналдыру, тілді алға және артқа қозғалту. Сондайын, тілдің бұлшықеттерінің денсаулығына дұрыс тамақтану және зиянды әдеттерден бас тарту да әсер етеді. Темекі шегу, алкогольдік ішімдіктерді шамадан тыс тұтыну, тілдің бұлшықеттеріне кері әсерін тигізіп, олардың жұмысын бұзуы мүмкін. Қорытындылай келе, тілдің бұлшықеттері – бұл біздің күнделікті өмірімізде маңызды рөл атқаратын күшті және икемді мүшелер. Олардың денсаулығын сақтау үшін, оларды жаттықтырып, дұрыс тамақтанып, зиянды әдеттерден бас тарту қажет. Дәмдер әлеміне саяхат – тілдің дәм сезу қабілеті. Тіл – бұл тек сөйлеу мүшесі емес, сонымен қатар бізге дәмдер әлемінің есігін ашатын керемет құрал. Оның бетінде орналасқан дәм бүршіктері бізге тәтті, тұзды, қышқыл және ащы дәмдерді сезінуге мүмкіндік береді. Әрбір дәм бүршігінде дәм рецепторлары деп аталатын арнайы жасушалар орналасқан. Бұл жасушалар тамақ құрамындағы химиялық заттармен әрекеттесіп, миға сигналдар жібереді. Ми бұл сигналдарды өңдеп, бізге дәм сезімін тудырады. Қызығы, әртүрлі дәмдерді сезетін бүршіктер тілдің әртүрлі бөліктерінде шоғырланған. Мысалы, тәтті дәмді тілдің ұшында, тұзды дәмді тілдің алдыңғы бүйірлерінде, қышқыл дәмді тілдің артқы бүйірлерінде, ал ащы дәмді тілдің түбінде сеземіз. Алайда, бұл дәмдерді тек сол аймақтарда ғана сеземіз дегенді білдірмейді. Барлық дәм бүршіктері барлық дәмдерді сезе алады. Тек сезімталдық деңгейі әртүрлі болады. Дәм сезу қабілетімізге көптеген факторлар әсер етеді. Соның ішінде жасымыз, денсаулығымыз, генетикалық бейімділігіміз және тіпті көңіл күйіміз. Мысалы, жас ұлғайған сайын дәм сезу бүршіктерінің саны азаяды. Сондықтан егде жастағы адамдар дәмдерді жастарға қарағанда нашар сезеді. Сондай-ақ темекі шегу, алкогольдік ішімдіктерді шамадан тыс тұтыну және кейбір дәрі-дәрмектерді қабылдау дәм сезу қабілетіне кері әсер етуі мүмкін. Дәм сезу – бұл біздің өміріміздің маңызды бөлігі. Ол бізге тамақтану рахатын сезінуге, қауіпті заттардан аулақ болуға және жалпы алғанда айналамыздағы әлемді жақсырақ түсінуге көмектеседі. Дәм сезу қабілетіңізді бағалап, оны сақтау үшін дұрыс тамақтанып, зиянды әдеттерден аулақ болыңыз. Chapter 3. Тіл туралы таңғажайып фактілер. Рекордтар әлеміне саяхат. Тіл – бұл тек сөйлеуге және дәм сезуге арналған мүше емес. Сонымен қатар, таңғажайып рекордтарға толы әлем. Әлемдегі ең ұзын тілдің ұзындығы 10,1 сантиметр екенін білесіз бе? Бұл рекордты Калифорния штатында тұратын Ник Сторберл есімді адам орнатқан. Оның тілі соншалықты ұзын, ол онымен мұрнына, иегіне
және тіпті шынтағына дейін жете алады. Ал әлемдегі ең қысқа тілдің ұзындығы небәрі 4,5 сантиметр. Бұл рекордты Үндістанда тұратын әйел орнатқан. Тілдің ұзындығы ерлерге қарағанда әйелдерде қысқа болатыны анықталған. Бірақ тілдің ұзындығы адамның сөйлеу қабілетіне немесе дәм сезу қабілетіне ешқандай әсер етпейді. Тағы бір қызықты факт, тіл адам денесіндегі ең тез жазылатын бұлшықет. Егер сіз тіліңізді кесіп алсаңыз, жарақат бірнеше күн ішінде жазылып кетеді. Бұл тілдің қанмен жақсы қамтамасыз етілуімен және сілекейдегі бактерияға қарсы заттардың болуымен түсіндіріледі. Тіл туралы тағы бір таңғажайып факт, оның бетінде 2000-нан 10.000-ға дейін дәм бүршіктері орналасқан. Әрбір дәм бүршігінде шамамен 100 дәм рецепторы бар. Олар бізге тәтті, тұзды, қышқыл, ащы және умами деп аталатын 5-ші дәмді сезінуге мүмкіндік береді. Дәм бүршіктері тілдің бүкіл бетіне таралған, бірақ олардың ең көп шоғырланған жері тілдің ұшы мен бүйірлері. Тіл бұл шынымен де таңғажайып мүше. Ол бізге сөйлесуге, дәм сезуге және тіпті өзімізді көрсетуге мүмкіндік береді. Сондықтан оған мұқият болып, оның денсаулығын сақтау маңызды. Chapter 4. Тіл денсаулығымыздың айнасы. Түсі мен күйі нені білдіреді? Біздің тіліміз денсаулығымыз туралы көп нәрсе айта алатын айнадай мүше. Оның түсі, пішіні, бетіндегі жабындысы, бәрі де денемізде болып жатқан процестерді көрсетеді. Дәрігерлер көбінесе диагноз қою үшін тілдің жағдайына қарайды. Мысалы, сау тіл ашық қызғылт түсті, ылғалды және тегіс болуы керек. Егер тілдің түсі өзгерсе, бұл денсаулыққа байланысты проблемалардың бар екенін білдіруі мүмкін. Мысалы, бозғылт тіл анемияның белгісі болуы мүмкін, ал қызыл және ісінген тіл инфекцияны көрсетуі мүмкін. Тілдің бетіндегі ақ жабынды, бұл саңырау құлақ инфекциясының немесе ас қорыту проблемаларының белгісі болуы мүмкін. Ал тілдің бетіндегі сары жабынды бауыр немесе өт қабының проблемаларын көрсетуі мүмкін. Тілдің құрғауы, бұл сусызданудың немесе сілекей бездерінің проблемаларының белгісі болуы мүмкін. Тілдің бетіндегі жаралар немесе күлдіреуіктер, бұл стоматит, герпес немесе басқа да инфекциялардың белгісі болуы мүмкін. Егер сіз тіліңіздің түсі, пішіні немесе бетіндегі жабындысы өзгергенін байқасаңыз, міндетті түрде дәрігерге қаралуыңыз керек. Өзін-өзі емдеуге болмайды, себебі бұл жағдайды ушықтыруы мүмкін. Тілдің денсаулығын сақтау үшін ауыз қуысының гигиенасын сақтау, дұрыс тамақтану және зиянды әдеттерден бас тарту маңызды. Сондай-ақ, жүйелі түрде медициналық тексеруден өтіп тұру керек. Chapter 5. Тіл және мәдениет. Әлем халықтарының дәстүрлеріндегі тіл. Тіл бұл тек коммуникация құралы ғана емес, сонымен қатар әртүрлі мәдениеттерде маңызды рөл атқаратын символдық мүше. Әлем халықтарының дәстүрлерінде тілге байланысты көптеген қызықты және ерекше наным-сенімдер, ырымдар мен әдет-ғұрыптар бар. Мысалы, кейбір мәдениеттерде тілді көрсету сыпайылыққа жатпайтын әрекет болып саналады. Жапонияда тілді көрсету адамды кемсіту немесе оған деген агрессияны білдіру деп түсініледі. Тибетте тілді көрсету сәлемдесу белгісі болып саналады. Ал кейбір Африка елдерінде тілді көрсету жаман көзден қорғану амалы деп есептеледі. Кейбір мәдениеттерде тілдің белгілі бір қимылдары сиқырлы күшке ие деп есептеледі. Мысалы, ежелгі Египетте тілдің белгілі бір қимылдары арқылы ауруларды емдеуге болады деп сенген. Ал кейбір үнді тайпаларында тілдің белгілі бір дыбыстарды шығару арқылы жануарлармен сөйлесуге болады деп есептейді. Тілге байланысты ырымдар да көп. Мысалы, көптеген мәдениеттерде тамақ ішіп болғаннан кейін тілді тазалау сыпайылық белгісі болып саналады. Ал кейбір елдерде тілді шығару жамандықтан қорғайды деп сенеді. Тіл бұл шынымен де бірегей мүше. Ол бізге тек сөйлесуге және дәм сезуге ғана емес, сонымен қатар әртүрлі мәдениеттердің құндылықтары мен дәстүрлерін түсінуге де көмектеседі. Бүгінгі мәліметтер сіздерге қызықты болды деп үміттенеміз. Тіл бұл біздің күнделікті өмірімізде маңызды рөл атқаратын күрделі және таңғажайып мүше екенін ұмытпайық. Оған мұқият болып, денсаулығын сақтауға тырысайық.